сәлеметсіңдер балалар. Бүгін біздер онлайн видео арқылы сабақ өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау, яғни қазақ тілі пәнінен сабақ өтетін боламыз. Пен жалғау қазақ тіліндегі сөз жасамдық элементтер. Олардың әрқайсының өзіндік ережелері бар. Жұрнақ сөздің түбіріне жалғанып, жаңа мағына, жаңа сөз жасау үшін қолданылатын қосымша. Жұрнақ сөздердің грамматикалық түрін немесе мағынасын өзгертеді. Мысалы, кітап. Бұл жерге ш жұрнақшы қосылып, яғни кітапшы деген мағына береді. Екінші өмір. Өмір шең. Өмір яғни бізде түбір, ал шең бізде жұрнақ болып келеді. Жалғау. Сөздің соңына жалғанып, оның грамматикалық қатысын көрсететін қосымша. Жалғау сөздің қызметін, септігін, көптігін, тәуелділігін білдіреді. Мысалы, үй. Үйге. Бұл жерде бізде үй яғни түбір, ге бізде жалғау. Бұл бізде бар септігі. Кітап. Кітап тар. Кітап бізде түбір, ал тар бізде жалғау. Бұл бізде көптік жалғау болып есептеледі. Ендеше жұрнақ пен жалғауды толығырақ түсіну үшін келесі бейнероликке назар аударайық. Сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол бұлайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады, оған ш жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Ендеше 62-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы. Қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт. Біздер шымыр, жүйрікте, допты торға тоғыттық. Еп қана емес, бірлікте керек екен соны ұқтық. Балтырған журналынан. Өлеңде бізде балалар қарамен жазылған сөздер біздер, допты, торға. Яғни біздер сөзінде біз түбірі, дер жалғау. Допты, топ бізде түбірі, ті бізде жалғау. Келесі торға. Тор бізде түбірі, алға бізде. Келесі балалар 63-ші жаттығуға қарайық. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Бізде берілген сөздер бұл жерде спорттық жарыстарда болады төреші, тәртіпті ол қадағалайды, әділ болуы төреші тиіс. 64-ші жаттығу. Өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын, оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа. Созған дағы тормында, бірде төмен, жоғары, келтір тағы қимылға. Авторы Мұзафар Әлімбай. Бізде берілген тапсырма бұл жерде антонимдерді тап. Антоним сөздер дегеніміз мағыналары қарама-қарсы немесе өзара қайшы болатын сөздер. Бұл сөздер бір-бірімен тікелей байланысқа түсіп, бір нәрсенің екі түрлі жағдайын, сипатын немесе қасиетін білдіреді. Мысалы, жарық, қараңғы, жоғары, төмен. Бұл жерде бізде антоним сөздер оң, сол, төмен, жоғары. 65-ші жаттығу. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы. Бізге берілген сөздер балалар: кітап, ас, спорт, өнер, футбол. Өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз. Яғни жұрнақтар мен жалғауларды жалғап, сөздерді құрастырып дәптерге жазатын боламыз. Өзіміз қалаған бір сөзді алып, мысалы, аспаз болса, сөйлем құрап жазатын боламыз. Мысалы, менің ағам аспаз.